Сәлем, құрметті шеберлер. Бүгін міне осындай әдемі жазғы көйлекті оңай тігуді үйренеміз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздерге рахмет алдын ала. Алдымен осындай матаны аламыз. Ені 1,5, ұзындығы 2,5 метр. Бұл матаны алдын ала жуамыз. Материал ХБ, штапель сияқты, бірақ штапель емес, ХБ. Жуамыз, әдемілеп жуып, үтіктеп аламыз. Бізге осында 2 лекала қажет. Бұл лекаланың қалай сызу керек екенін келесі видеода түсіндіретін боламын. Мынау алдыңғы бойды матаға жатқызып аламыз да. Дәлеваймен бірге осы лекалдың бойын сызып шығамыз. Мендегі размер 44 размер, бірақ бұл көйлек 44, 46, 48-ге дейін бара береді. Бұл лекала белге дейінгі ғана өлшем. Белден төменгі өлшемді біз қосамыз. 15 сантиметр біз қосамыз да. Қапталдағы 1 сантиметр жоғары көтеріп, қапталды лекалды қиып шығамыз. Лекал бойымен матамызды қиып шығамыз. Ал енді бізде бұл артқы бойда дәл сондай белден төмен қарай 15 сантиметр қосамыз да, қапталдағы тігістен 1 сантиметр көтеріп, сызып, қиып аламыз, және қолтықтан төмен қарай сол сызыққа трапеция қылып қосамыз. Ал құрметті шебер ханымдар, біздің алдыңғы бойымызда, артқы бойымызда дайын. Мен көріп тұрғаныңыздай 15 сантиметр төменгі жақтан қостық. Лекалда төмен түсіп тұрғанмен мен алдын домалақ қылып алдым. Енді көйлектің қалған 2 бөлігін, төменгі 2 бөлігін қандай размерде сызу керек екенін айтамын. Көйлектің үсті жағын қосып, выточкасын барлығын біріктіріп, оверлогын жүргіздік. Бізге осында 2 дана мата керек. 50-де 40 бұл 2 дана үстіңгі бөлігі, 30-ға 1,5 бұл көйлектің астыңғы бөлігі. Сборкамен жиналатын бөліктері. Үстіңгі лифті қосып, біріктіріп тігіс жүргіздік, оверлокпен бір өттік, және де выточкаларын қостық. 2 бөлік, ортаңғы және астыңғы бөліктер, осыларды және қазір қосамыз. 2 қапталдарын бірінші әдемілеп қосып аламыз, үтіктеп алған жөн тігістердің орнынан. 1 бөлігі, 2 бөлігі. Барлығын бір тігіспен қапталдарынан жүріп шығамыз. Екі бөлікті бірінші сборка қылып аламыз. Сборка қылу үшін бірінші 2 тігіс жүргіземіз. Бірінші тігістің арасы, 2 тігістің арасы 5 мм болған жақсы. Ал біздің бірінші үстіңгі лифіміз дайын. Ортадағы бөліктен біз уже сборка жасап қойдым. Сборка жасап, 2 тігіспен арасын 5 мм қалдырып, тігіс жүргізіп сборкасын жасап қойдым. Енді екіншісі, соңғы 3-ші бөлігін де солай сборка жүріп өтеміз. Және де 3 бөлікті қосамыз. Сборкасын қазір жасауды көрсетіп жіберемін.
Не қараңыздар, біздің үстіңгі бөлігіміз почти дайын тұр. Енді мына 3 бөлікті біз қосамыз. Инемен түйреп алсаңыз да болады, немесе көктеп алсаңыз да болады. Осы тігілген екі тігістің ортасынан тіксеңіз, тігісіңіз әдемі болып шығады. Көйлектің етегінде московский тігіспен бүгіп тастаймыз. Біздің көйлегіміз почти дайын болып қалды. Сборкасын жасадық, біріктірдік. Осы міне қалдырып кеткен тігісімізді сөгеміз. Айверлоктан да бәрін бір өткізіп, етегін бүгіп, үтіктеп. Айверлокты қараңыздар. Әп-әдемі болып шықты, аккуратный. Ал енді жеңіне көшеміз. Жеңді осындай лекаламен тігемін. Бұл лекаланың да видеосын саламын алдыңғы сабақтарда. Дайын лекалы, бұл лекалымен кез келген жеңді орната беруге болады. Ұзындығын қалдырып қоясыз да, кез келген ұзындықты өзіңізге ала бересіз. Мен осы матадан шыққан осы ұзындықты алдым. Осы жерге дейін, белгіленген жерге дейін екі тігіс жүргіземіз. Қапталын біріктіріп аламыз, оверлоктаймыз, үтіктейміз. Және де міне уже тігісті жүргізіп, сборкасын өттім. Осылай қазір осы екеуін қосып шығамын. Ал құрметті шебер ханымдар, мойнына келеміз. Мойнын мен осындай касай бекімен матадан жасағанмын, бірақ ол менің мойнымды рыбитып жіберді. Сол себепті мен кашкарсе қосамын деп шештім. Кашкарсе материалы әртүрлі болады, қалың болады, жұқа болады. Соның жұқасын алған жақсы. Жаздыққа осындай бордовый түрінен үйде бар екен, осыны қосып жатырмын. Бұны қалай өлшейміз? Бірінші мойынды екіге бөліп, екі бүктепті, орталарын белгілейміз, иық пен иықты қосамыз. Тігістерін алдыңғы және артқы бойдың мойнын осылай шығады. Осылай белгілеген кезімізде бізге көрсетілген саны 34 шығып тұр. 34-ті екіге көбейткенде 68 болады. Демек, біздің мойнымыздың ұзындығы, мойын ойындының ұзындығы 68 сантиметр екен. Бірақ кашкарсе 68 алмаймыз, 68 алсақ бізден үлкен болып кетеді. Сол себепті минус 15 сантиметр алып тастаймыз. Кашкарседен 53 сантиметр осы жерден қиып аламыз. Тіке қиямыз, кашкарсенің өзінің долеваясы бар, солған бағыттап қиямыз. Ұзындығы 6 сантиметр қылып аламыз, биіктігі. Кешірістер, биіктігі 6 сантиметр, ал ұзындығы 53 сантиметр. Кашкарсені осылай біріктіреміз, үтіктеп аламыз, және бір оның үтіктеуінің бір қыр-сыры бар. Мойнын осылай ішке қарай бағыттап, тігетін жерімізді кішкене күш салып, тартып отырып үтіктейміз. Дәл міне видеодағыдай. Бұл бізге мойнымызға мойын сияқты болып тіккен кезімізде жату керек та.
осылай болу керек. Мойнымызға мойын сияқты болып, өзінің формасына тек қана үтікпен келеді. Сол себепті біз оны мойыннан сәл кемдеу қылып аламыз. Мойнымыз 68 болды ғой. Бұны біз 53 қылып алдық. Енді бұны біріктіреміз. Біріктіру үшін ортасын тауып аламыз. Осы алдыңғы мойнымыздың ортасын және артқы мойнымыздың ортасын тауып аламыз да, кашкарсе материалымызды да дәл солай екіге бөліп, созып, түріп қосамыз. Инемен түйреп алсаңыз да болады. Немесе бірінші тігіп жатсаңыз, көктеп алсаңыз да болады. Бірақ инені пайдалансаңыз, жұмысыңыз тез болады. Осы түйреп аласыз да, созып, қоса саласыздар ортасын. Ал мойнымызда дайын болды. Біріктіріп, үтіктедік және де оверлокпен өткізіп шықтым. Жеңді де дәл осылай кашкарсемен өңдейміз. Жеңнің шеткі бөлігін оған да кашкарсе пайдаланамын. Бірінші білегімді өлшеп аламын, ол менде 26 сантиметр. 26 сантиметрді осы кашкарсеге өлшеп аламын да. Ұзындығын 6 сантиметр қалам. Екіге бөлем ғой, сонда 13 болады. Сонда общий 26 болады. 26-дан 2-дан алам, 26-ға 6 қылып, 2-ге алып, қиып, осылай дәл мойын ұқсатып біріктіремін. Ал ханымдар, көйлегім дайын болды. Әдемі жазғы көйлек, белбеусіз кисеңіз болады, белбеумен кисеңіз болады. Ал менің каналыма жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Осында әдемі көйлек шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.